Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында чемчи дайындайтын боламыз. Алдыменен мен қызыл бұрышымды жуып дайындап алып, бұны осындай бөліктерге бөлемін. Ет тартқыштан өткізгенде ыңғайлы болу үшін. Енді ішіндегі дәндерін алып тастаймын. Мен укропта қосып жіберемін. Укроптың бас жағын емес, аяқ жағын аламын кесіп. Ірілеу болады, бірақ та бұны ұсақтап турап жіберсек, қышырлап күшті дәм береді. Мен өзіме ұнайды осы укроп. Ұсақтап турап болдым, енді бұны үстіне қызыл бұрышымды ет тартқыштан өткіземін. Бұл чемчи қыс мезгілінде күшті тамақтарға аппетит ашады. Кез келген тамақпенен жей бересің бұл чемчиді. Қызыл бұрышымды өткізіп болдым, енді чесногымды да бірге қосып өткізіп жіберемін. Міне өткізіп болдым дайын. Енді капустамды жуып тазалап дайындап, осындай бөліктерге бөліп, мен өзім тәлкеге салғандан ыңғайлы болу үшін осындай бөліктерге бөлемін. Жегенде ыңғайлы. Енді бұны табағыма саламын. Міне турап болдым, енді мен тұздаймын бұны. Тұзы көп болса жүзде жақсы болады бұл. Тұзы сіңіп тұрады өзіне. Мен арқалай саласың көптігіне несіне байланысты. Мен 1,5 уыс салдым. Енді бұған капуста батқанша су құямын. Капуста батып тұру керек. Тұзы басымда болғаны жақсы. Мұздай су құямын мен. Бұның үстін енді мен басып қоямын. Сыртынан салапан кидіремін мен. Далаға қоямын, 3 күнге қоқ қоямын. Шаң не түсу үшін салапан кидіріп қоқ қоямын мен. Мұздай суға өлтіремін мен. Енді міне дайын менің капустам. Суын төкіп тастаймыз. Бұған енді қызыл бұрышымды, укропымды, чесногымды саламын. Салып жақсылап араластырамын. Бұған мен су құямын. Мен күйеуім кішкене сулы болғанды жақсы көреді. Енді дайын болып қалды, міне. Бұны тәрілкеге салып, уже жей береміз. Міне дайын ас болсын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, подписаться етіп, коммент қалдырып кеттіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.